Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін сырные шарики рецептімен бөлісемін. Бұл өте қарапайым әрі тез дайын болады, құрамы да оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыз. Қажетті ингредиенттердің барлығын мен описаниеде қалдырып кетемін. Сырды теркадан өткізіп алдым. Ең бірінші бұл жерде жұмыртқаның ағын, щепотка соль, шым-шым тұзымызды жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Белогымыздың консистенциясы қою болу керек, төңкерген кезде түспей тұратындай осындай консистенция болғанға дейін араластырамыз. Осы қоспамыздың үстіне ірімшігімізді екі бөліп салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ұнымызды саламыз, разрыхлителімізді саламыз. Және де қолмен толығымен араласқанша жақсылап араластырамыз. Осы уақытта табамызға май құйып қыздырып қойсақ болады. Майымыз өте жақсы қызған болуы керек. Пайда болған массамыздан осындай кішірек шариктер жасап шығарамыз. Және де дайын болған шариктерімізді панировочный сухариге жақсылап аунатып аламыз. Сухариге аунатқан себебіміз бұның корочкасы қытырлап, дәмді болып шығады піскен кезде. Дайын болған шариктерімізді табада алдын ала қызып тұрған майда бауырсақ сияқты араластырып қуырып аламыз. Дайын болған шариктеріміздің түсі осы видеодағыдай әдемі қызыл түске енген кезде майдан шығарып аламыз. Міне осылай біздің сырные шарикіміз дайын болды. Ортасында ыстықтай жеген кезде үстіп сырлар созылып әдемі болып тұрады. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлназ. Ас болсын, каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.